Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін құймақтар дайындаймыз. Бізге керек заттар: жұмыртқа, қант, тұз, сода, айран және ұн. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Егер сізде венчик болмаса, шанышқымен араластырсаңыз болады. Енді жылы айранымызды құямыз. Айранымыз міндетті түрде жылы болғаны маңызды. Менде дүкеннің айраны 2,5%. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Бір келкі масса болғанша осылай араластырамыз. Қараңыздаршы. Енді үстіне ас содасын саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде ішінде айран болғандықтан ас содасымен реакцияға түседі. Ол үшін 5 минуттай қойамыз. Тестамыз өте әдемі болып, көпіршіп, сондай реакцияға түседі. Енді қызып тұрған табамызға май құйып, осылай пісіреміз видеодағыдай. Қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Мінекей қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп шықты. Мінекей достар, қараңыздаршы, қып-қызыл әп-әдемі болып шықты. Ортасы да піскен. Қаймақпен, вареньемен, балмен жеуге болады. Сіздер де балаларыңызға, жақындарыңызға жасап беріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.